Вега екінші ұшқышпен мен капитан Ричті келесі рейске дейін қадағалап отырудан басталады. Қонақ үйде жалғыз уақыт өткізетін Беннен айырмашылығы, Рич бос уақытын жұмыс туралы алаңдамай өткізеді. Ол стюардессамен бірге көңіл көтеру және кешті тамашалау үшін бір жерге барады. Бұл уақытта Бен өз бөлмесінде жалғыз қалады және ол өзін жайсыз сезінетіні анық. Оның ойына батып, оған әйелі Надин қоңырау шалады. Әңгімелесу барысында ол оған өзінің де, ұлының да оны сағынғанын айтып, оның жіберген хабарламасын көргенін айтады. Бен оның кестесі қайтадан өзгергенін айтады. Бірақ Надин көңілі қалғанын жасырмайды және үйге қашан оралуды жоспарлап отырғанын сұрайды. Ол оның қайғы қасіретін түсінетінін, бірақ оның отбасынан мәңгілікке қашып құтыла алмайтынына сенетінін айтады. Әңгіме жалғаспай тұрып, Бенге қайта қоңырау шалып, оның сөзін бөлуге мәжбүр болады. Авиакомпаниядағы әріптесі оған Шанхайға жаңа бағыт ұсынады. Ол бұл тапсырманы еш ойланбастан қабылдайды. Ол бұл оның үйге келуіне кедергі болатынын ескертеді. Бірақ Бен бұл мәселе емес деп жауап береді. Бұл оның әлі де отбасымен қайта қосылудан аулақ екенін көрсетеді. Содан кейін ол Надинге қайта қоңырау шалады. Телефонды қояр алдында ол оған бір ғана өтінішпен жүгінеді. Оның ұлына не қажет? Шанхайға баратын жолаушылардың бірі Денмен кездесеміз. Планшетті пайдалану кезінде оның батареясы таусылады. Мәселені шешу үшін ол оны қуат көзіне қосып, сапарды жалғастырмас бұрын оны чемоданына салады. Көп ұзамай Бен Ричпен қайта қауышады. Ол онымен қайтадан қатар жұмыс істеуге қуанышты сияқты. Бізді отырғызу кезінде Пеннимен де таныстырады. Бұл рейске қатысатын стюардесса. Бен мен Пенни ұшаққа қарай бет алған кезде Рич жылдам тексеруден өтеді. Сонымен бірге Ден чемоданының ішіндегісін алдымен қуат көзіне қосылған планшетті салып тексереді. Бұл қазіргі уақытта елеусіз болып көрінетін, бірақ ақырында ауыр зардаптарға әкелетін деталь. Ұшаққа бара жатып, Бен қыздың қонар алдында әкесіне ұшудан қорқатынын айтқанын көреді. Әкесінің қызын тыныштандыру қиынға соғатынын байқаған Бен отбасына көмекке жүгінеді. Деклан қыз Гараның ұшудан қорқатынын түсіндіреді. Жағдайды бәсеңдету үшін Бен әзіл айтады, бірақ одан ешқандай реакция алмайды және ақырында кетіп қалады. Ол кетер алдында Кора одан ұшқыш па деп сұрайды. Ол өзінің екінші ұшқыш екенін айтып, кабинадағы рөлін түсіндіреді. Содан кейін ол оның бұл үшін тым қартайғанын байқайды және бұл оның күлкісін тудырады. Көп ұзамай Кора ағасы Финнмен және өгей шешесі Джаямен ұшаққа отырар алдында қайта қауышады. Ұшаққа отырар алдында Джая балаға бақылау құрылғысын бекітеді. Осы уақытта Лили әуежайда өз командасын күтіп тұр. Өйткені қарсыластар тобы жақындап қалды. Масхадж оны қорлай бастайды. Бұл жанжалға әкеледі. Джим оны қорғауға кіріседі және Хадштың жаттықтырушысы келіп, оны алып кеткенде ғана жағдай бақылауға алынады. Кабинада Рич бұрынғы отбасының фотосуретіне қарап, ұшуға дайындықтың аяқталуын күтіп отыр. Көп ұзамай Бен оған бәрі ұшуға дайын екенін айтады. Ұшып шыққаннан кейін рейс әдеттегідей орындалады. Кейінірек Рич демалу үшін кабинадан шығып, оның орнына басқа ұшқыш отырады. Әңгімелесу барысында әріптесі Беннің ұлының ауруы туралы айтады. Бұл тақырып оны ыңғайсыз етеді және мұны түсінген ұшқыш талап етпеуді шешеді. Кейінірек ұшақ қысқа мерзімді турбуленттілік аймағына түседі. Бірақ бұл үлкен проблемаларды тудырмайды. Ұшу кезінде Ден Зоидің құлаққаптарын алуға тырысады. Бірақ олардың қоймада жоқ екенін білгенде, ол стюардессаның көңілін көтеретіндей импровизация жасайды. Осы уақытта Деклан Кораға жақындауға тырысады және одан Финнмен достық қарым-қатынаста болуын сұрайды. Бірақ қыз оны елемейді. Көп ұзамай Деклан мен Джая жалғыз қалу үшін жасырынып кетеді. Сонымен бірге багажда сақталған батарея қызып кете бастайды. Бұл өртке әкеледі. Финн планшетінің батареясы таусылғаннан кейін ата-анасын іздеуге шығады. Кораның бір қулығына алданып қалған соң, ол Мэтпен кездесіп, оны планшетінде ойнауға шақырады. Ақыры жүк қоймасында қуат көзі жанып кетті. Дабл кабинаға тез жетеді. Бен және басқа ұшқыштар апаттық процедураларды бастап, әуе қозғалысы басқармасына хабарласады. Диспетчерлік орталық оларға ең жақын әуежай жүздеген миль қашықтықта екенін айтады. Жағдайға тап болған Бен ұшақтың баспалдағымен төмен түсе бастайды және Ричке қайта қоңырау шалуды өтінеді. Ол кабинаға оралғанда Ричке жүктің өртенгені туралы хабарланады. Содан кейін экипаж төтенше жағдайды шешуге тырысады. Өйткені уақыт қысыла бастайды. Осы уақытта Кора ұшақтың ішінен ата-анасы мен ағасын іздей бастайды. Ұшқыштар жүк қоймасына бара жатқанда, Кора жуынатын бөлмеге барып,
ата-анасына қоңырау шалады, бірақ жауап алмайды. Өрт орнына келген ұшқыштар жалынның бақылаудан шығып кеткенін анықтап, онымен күресуге тырысты. Төтенше жағдай кезінде жанып жатқан жүк босап, бірнеше цилиндрге соғылып, жарылыс тудырды. Көп ұзамай цилиндрлердің бірі ұшақтан өтіп, жолаушыны қағып, оны өлтірді. Ол бірден қайтыс болды. Соққыдан Деклан мен Джая бастарын соғып, есінен танып қалды. Дәл осы кезде ұшақтың фюзелажында тесік пайда болып, хаос тудырды. Заттар сыртқа қарай итеріле бастады. Бірнеше жолаушы жарақат алды. Үрейленіп, Кораны шығуға сүйреп апара жаздады. Бірақ Лили оны соңғы сәтте құтқарып үлгерді. Жағдайдың ауырлығын түсінген Рич пен Бен ұшу биіктігін одан әрі төмендетуге шешім қабылдады. Кабинада оттегі маскалары жұмыс істей бастады, және дүрбелең бүкіл кабинаға тез тарады. Жолаушылар өздерін қорғауға тырысып жатқанда, Деклан мен Джая жуынатын бөлмеде ес-түссіз жатыр. Шұғыл түсу кезінде багаж құлап, бірнеше адамды қағып кетті. Ұшақ тұрақтанғаннан кейін Рич апатты жағдайда қону қажет болатынын ескертеді және барлығынан сабыр сақтауын сұрайды. Алайда, ұшақ одан әрі зақымданған кезде жағдай нашарлайды. Қозғалтқыштардың бірі істен шығып, фюзелаждың жарылуы салдарынан заттар мен жолаушылар сорыла бастайды. Дәретханада болған Ден өзін ұстай алды және керемет түрде қашып кетті. Басқа амалы жоқ. Бен басқару орталығына хабарласты. Жауап жақын жерде әуежайлардың жоқтығын және олардың мұхиттың арғы жағында екенін растады. Бұған тап болған Рич пен Бен жағдайдың олар ойлағаннан да нашар екенін түсінеді. Басқа қозғалтқыш істен шыға бастағанда жағдай толығымен бақылаудан шығып кетеді. Ұшқыш кабинасында Бен мен Рич мүмкіндігінше көп уақыт ұтып алуға тырысады. Бірақ ұшақ бұдан былай ұшуды жалғастыра алмайтыны белгілі болды. Осы бейберекетсіздіктің ортасында Кора отбасын табу үшін өз орнын тастап кетеді. Пенни оны қуып жетіп, оның қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бұл арада Финн Зои мен Мэттің бақылауында қалады. Әуежайға жету мүмкін емес екенін түсінген Рич тек жолаушылардың аман қалу мүмкіндігін арттыруға назар аударды. Көп ұзамай экипаж соқтығыстың жақын арада болатынын хабарлады. Соңғы минуттарда ұшқыштар апаттың алдын алу үшін соңғы маневрді жасап жатыр. Ұшақ теңізге қонып үлгерді, бірақ ұшу ұзаққа созылмайды. Су астындағы тастармен толтырылған учаскеге соқтығысқан кезде ұшақтың құрылымы қатты зақымдалады. Қатты соқтығыс салдарынан бірнеше адам қаза тапты. Апаттан кейін аман қалғандар үйінділер арасында өз тағдырларын тастап кетеді. Кабинада Бен Ричті оятуға тырысады, бірақ көп ұзамай айналасындағылардың бәрі суға батып кеткенін түсінеді. Осы уақытта Пенни Кораны қауіпсіз жерге апарып, басқа тірі қалғандарды іздеуге шығады. Көп ұзамай ол Бенді тауып алады. Ол үйінділер арасында қалып қойған байды босатуға тырысады. Су көтеріліп, терезелер жарыла бастағанда, Рич олардан апаттық балта әкелуін сұрайды. Алғашында аяғын кесіп тастағалы тұрған сияқты. Бірақ көп ұзамай ол өзінің басқа жоспары Амедер арасынан Джим Лилиді қатты іздейді, бірақ оны таба алмайды. Осы уақытта Мэтт пен Финн ұшақтың тігінен батып кеткен бөліктерінің бірінде қалып қойды. Олар құрылымның ең төменгі бөлігінде суға қауіпті жақын жерде бұрышта қалып қойды. Көп күш жұмсағаннан кейін Мэтт өзін босатып, орындықтың бір бөлігін ұстап алды. Содан кейін ол көмекке шақырады, ал Зои жоғарыдан жауап береді. Оған көмектесу үшін ол фонарды үйіндіге лақтырады. Енді көріну жақсарғандықтан Мэтт Финнді құтқарудың жолын табуға тырысуда. Ұшқыш кабинасынан алыста жүргенде Лили апаттан аман қалады. Бірақ су астынан оған бірдеңе шабуыл жасағанда жаңа қорқынышқа тап болады. Ол өзін құтқарып үлгерді, бірақ аяғындағы жараны байқап шошып кетті. Бұл арада Ричтің жағдайы күннен күнге қиындай түсуде. Үйінділер арасында қалып, қан жоғалтқандықтан оны дер кезінде құтқаруға үлгермейтінін түсінеді. Кабинаның үстіне су құйылған кезде капитан Бенді оны тастап, өзінің аман қалуына көңіл бөлуге көндірді. Қоштасар алдында ол соңғы өтінішін айтты. Бенді ұлына қайтару. Пенни апат болған жердің сыртындағы жер қыртысының жанында қалады. Осы кезде Бен құрбандардың бірінің әлі тірі екенін байқап, оларға көмектесуге тырысады. Фюзелаждың басқа бөлігінде Зои тұзаққа түсіп қалған екі аман қалған адамға жету үшін өзін өзі қатерге тігеді және бұл процесте жарақат ала жаздады. Құтқару әрекеті кезінде Мэтт пен Финнің ұшақтың бір бөлігінде қалып қойғаны белгілі болды. Ол толығымен теңіз түбіне батып кетті. Осы кезде Деклан мен Джая есін жейді. Оянған кезде
Деклан балалардың жоғалып кетуінен үрейленіп, шығанақты су басып жатқанда, шығуды ашуға тырысады. Басқа жерде Лили суда жалғыз емес екенін сезеді, және оны тереңдікте жасырынған тіршілік иесі бақылай бастайды. Кабинада қалған Рич, құрылым ақыры мұхит қысымына көнген кезде, оның соңын кездестіреді. Енді Рич қайтыс болғаннан кейін, Бент тірі қалғандарды басқаруды өз қолына алады. Оның басымдығы жараланған жолаушыға көмектесу және тірі қалуы мүмкін басқа адамдарды табу болып табылады. Біраз уақыттан кейін Пенни құтқарушылардың қашан келетінін сұрайды. Бен апатқа ұшыраған ұшақтың орналасқан жері туралы хабарлау үшін пайдаланылатын апаттық таратқыш Элт жұмыс істемесе, көмек одан да көп уақыт алуы мүмкін екенін түсіндіреді. Апаттан кейін сигналдың өшпегенін түсінген Бен қауіпті шешім қабылдайды. Ол апат болған жерден алып кеткен жабдықты көрсетіп, оған қарай жүзуге дайындалып жатыр. Пенни кетер алдында апаттық таратқышты алуға өз еркімен келді. Ол Кораға отбасын іздеймін деп уәде берді. Бұл арада Мэтт аман қалған Беккиді тірілтіп үлгерді. Алайда Зои су деңгейінің көтеріліп жатқанын ескертеді. Бұл топты апат болған жерді тастап, қауіпсіз жер іздеуге мәжбүр етеді. Жер бетінде Кора мен Бен суда бір түрлі нәрсені байқайды. Денені тереңдікке сүйреп апарған кезде, екеуі де жақын жерде акулалар бар екенін түсінеді. Шарасыздықтан олар Пенниге ескертуге тырысады, бірақ ол оларды естімейді. Уақытты босқа өткізбей, Бен мен Кора стюардессаға жақындап келе жатқан акула бар екенін білмей, оған көмекке барады. Фюзеляждың ішінде қалып қойғаннан кейін, аман қалғандар басқаларға қауіп төндірмей, жай ғана кете алмайтынын біледі. Нәтижесінде топ басқа жол іздеуге мәжбүр болады. Осы уақытта Бен мен Кора қайғылы оқиғаның алдын алу үшін тым кеш келеді. Акула шабуылы кезінде Бен де команда мүшелерінің бірімен бетпе-бет келу керек. Бұл жаратылыстар өздерінде қызды да қорғауы керек. Апаттың басқа бөлігінде жағдай күрделене түседі. Өйткені құрылым бөліктерге бөліне бастайды. Мэтт тобында шиеленіс күшейе береді. Оптимизмді сақтауға тырысыңыз. Сәтсіздікке ұшыраңыз және Финн ақырында оның ішіндегі барлық қорқыныш пен көңілсіздікті сейілтеді. Жер бетінде аман қалғандардың арасында Джим қоқыстардың бұдан былай барлығының салмағын көтере алмайтынын түсінеді. Хатчтың қарсылығына қарамастан, басқа адамдар баламен келісіп, жүктемені азайту үшін суға түсе бастайды. Қозғалыс кезінде топ Лилидің қатты қорқып кеткенін байқайды және оны қауіпсіз жерге жеткізе алады. Алайда акулалар пайда болып, шабуыл жасай бастағанда жағдай нашарлайды. Бұл тіршілік иелері Хатчтың арбасын басып алады және оған көмектесуге тырысқан жастардың бірі де өлтіріледі. Жоғалтудан есеңгіреп қалған Хатч өзі басқара алмай қалады және болған оқиғаға Джимді кінәлайды. Дау төбелеске ұласады, бірақ Бен араласып, жағдайдың нашарлауына жол бермеу үшін уақытында келеді. Тәртіп қалпына келтірілгеннен кейін Бен тірі қалғандарды үйлестіре бастайды. Сонымен бірге, үйінділердің ішінде топ уақыттың өтіп бара жатқанын түсініп, тығырықтан шығудың жолын іздей бастайды. Зои құтқарылу жолын табу үшін су басқан аймақтан өтуді ұсынады. Ол тәуекелге барғысы келсе де, Мэтт оның орнына баруды шешеді. Стюардесса оны алған жарақаттарына байланысты бұл идеядан бас тартуға көндіруге тырысады. Бірақ ол өз шешіміне берік. Кетер алдында Мэтт екеуіне деген жақсы сезімі бар екенін мойындайды. Мэтт сынықтарды артта қалдырғаннан кейін, ол жер бетіне шығып үлгерді. Осы бейберекетсіздіктің ортасында ол қызын іздеп жүрген Декланды кездестіреді. Алайда, кездесу ұзаққа созылмайды. Өйткені акула пайда болып, оны көз алдында өлтіреді. Бұл болып жатқанда, Бен тірі қалғандарды ұйымдастыруға тырысады. Кейбіреулер апатқа кінәлі адамдарды іздей бастайды. Бірақ Бен дауды тоқтатып, бұл туралы еске салады. Ең бастысы тірі қалу. Содан кейін ол барлығына аман қалу мүмкіндігін арттыру үшін салдар мен құтқару кеудешелерін пайдалануды тапсырады. Топ оның нұсқауларын орындап жатқанда, Бен ұшақтың апаттық таратқышы Элтті тауып алып, жер қыртысының бір жерге кеткенін байқайды. Ол құрылғыны денге беріп, оның артынан жүгіреді. Әкесін іздеп жүргенде, қыз ақыры өзіне қауіп төндіреді. Бақытымызға орай, Бен оны құтқару үшін уақытында келеді. Көп ұзамай қоқыстардың тағы бір ауысуы тірі қалғандардың бірнешеуін теңізге лақтырып жіберді. Осы бейберекетсіздіктің ортасында Ден тек өзінің құтқарылуына алаңдайды. Тәртіпсіздік кезінде ол карттен айырылып, тіпті басқа жолаушының салдан құлап кетуіне себеп болды. Бен не болғанын білгенде, ол қатты ашуланады. Апаттық таратқыштың жоғалғаны туралы хабар
тірі қалғандардың үмітін үзеді. Ден құрылғыға жауапты болса да, ол өз қателігін мойындаудан бас тартып, Бенді кінәлауға тырысады. Осы кезде топ Джимнің Хатчты суда ұстауға тырысып, көмекке шақырғанын байқайды. Лили олардан осы екеуіне көмектесуін өтінеді. Алайда Ден оларды өз тағдырына қалдыруды талап етеді. Джим мен Хатчты акулалар қоршап алады. Ал бала мүлде шарасыз күйге түседі. Ден дұшпандықпен әрекет етіп, Беннің билігіне қарсы шығып, өз еркін таңуға тырысады. Ол ұшқышқа физикалық шабуыл жасағанға дейін шиеленіс күшейеді. Тіпті құлатылғаннан кейін де Бен аяғынан тұрып, екі адамды суға тастамайтынын анық айтады. Беннің табандылығына тап болған Ден ақыры кері шегінеді. Содан кейін Бен қауіпсіз құтқару жұмыстарын жүргізу үшін топты қайта ұйымдастырады. Ден әлі де салды ауыстыруға тырысуда, бірақ аман қалғандар оны қабылдамайды. Енді оған кім сенбей бергенде, Зои мен басқа тірі қалғандардың қауіпсіз кеңістігі азайып барады. Финн құтқарушылар келгенге дейін тағы қанша уақыт бар екенін анықтауға тырысады. Ал Зои Мэтт жақын арада оралу керек деп оны жұбатады. Басқа жерде Джим мен Хатч ақыры судан аман есен шығарылды. Осы сынақтан кейін екеуінің қарым-қатынасы өзгеріп, бұрынғы дұшпандықтары өзара құрметке жол ашады. Зояның амалы аз қалды, және ол өзімен бірге қорғаныс құралдарының аз ғана бөлігін алып кетуге дайындалып жатыр. Ол санаулы ғана өмір қалғанын түсіндіреді. Курткалар қоймада бар, және Беккиді ол үшін қайтып келетініне сендіреді. Содан кейін екеуі бірге суға түседі. Ал осы уақытқа дейін мықты болып келген Бекки ақыры оның қаншалықты қорқатынын көрсетеді. Қашу әрекеті кезінде Финн мен Зои Мэттің денесін тауып, олардың үмітін үзді. Осыған қарамастан, олар жер бетіне шыға алады. Онда Финн досынан айырылғанына қайғырады. Ол салды байқаған кезде, оның аман қалуына жаңа үміт пайда болады. Осы уақытта топ бұдан әрі не істеу керектігін талқылайды. Ал Ден кез келген жағдайда отбасына оралуды талап етеді. Содан кейін Лили аспандағы ұшақты байқайды. Бұл құтқарылу үмітін қайта жандандырады. Бірақ ол аман қалғандарды байқамай өтіп бара жатыр. Осыған қарамастан, Бен олардың көзге түскеніне және көмек жолда келе жатқанына сенеді. Көп ұзамай Зои парам кезінде акулалардың шабуылына ұшырап, жарақат алды. Салда болғаннан кейін ол қан жоғалтудан есінен танып қалды. Содан кейін салға акула шабуыл жасап, Финн суға құлап кетті. Түнде құтқару топтары әуеден іздеуді бастайды. Ал қытайлық балық аулау кемесі апат болған жерге қарай бет алады. Азаматтық авиациядан ақпарат алғаннан кейін капитан жағдайдың ауырлығын түсінеді және операцияға қатысуға келіседі. Өйткені ол сынықтарға жақынырақ. Салдарда аман қалғандардың кейбірі демалуға тырысады, ал басқалары кезекшілікте қалады. Хатч Джимге оны құтқарғаны үшін алғыс айтады және олардың арасындағы ықтимал байланысты сезініп, Лилиге жақындауға шақырады. Басқа жерде Бен Кораны жұбатуға тырысады. Ол оны өз отбасы тастап кетті деп санайды. Ол ағасын қорғай алмағаны үшін өзін кінәлайды. Оны жұбату үшін Бен әкесінің тәжірибесімен бөлісіп, ұлының суретін көрсетіп, оның әлі де сауығып кетуге мүмкіндігі бар екенін, түлектердің кездесуі. Ақыры бұл аймаққа құтқару тікұшағы келіп, аман қалғандардың үмітін оятты. Салдарды байқаған команда алауды жағып, құтқару жұмыстарын бастауға дайындалып жатыр. Алайда құтқарушылардың біріне акула шабуыл жасаған кезде жақындау әрекеті бақылаудан шығып кетеді. Не болып жатқанын түсіне алмаған ұшқыштар әйелді қайтадан су астына сүйреп апарар алдында ауыр жарақаттармен қайта пайда болғанын көргенде шошып кетеді. Операция хаоста жүріп жатыр. Тікұшақ тұрақтылығын жоғалтып, теңізге құлады. Апат кезінде құтқару кабелі салдардың біріне ілініп, аударылып, аман қалғандарды суға лақтырып жіберді. Балық аулайтын кеме келіп, аман қалғандарды тауып, жаңа үміт әкеледі. Дүрбелеңде Ден салдардың біріне көтеріліп бара жатыр. Бірақ оның әрекеті адам өліміне әкеп соқтыратын апатқа әкеліп соқтырады. Оған тағы бір адам қатысады. Көп ұзамай топ құтқару кемесін көрді. Бірақ ол рифтердің кесірінен жақындағанға дейін тоқтады. Ескектері жоқ және алға жылжи алмай, олар суда қалып қойды. Осы уақытта Бен Кораның топта жоқ екенін түсініп, оны ұшақтың сынықтарынан тауып алады. Содан кейін ол теңізге кіріп, оларды қоршап тұрған қауіпке қарамастан, оған қарай жүзеді. Тірі қалғандар мен Кораны құтқару әрекеттерін бақылап отыр, ал акулалар бұл аймақты айналып жүр. Бен қызға жетіп, оның эмоционалдық күйзелісіне қарамастан, онымен бірге қайтуға көндіреді. Жануарлардың назарын аудару үшін кеме капитаны балықты пайдаланып диверсия жасайды. Бұл оларға қысқа уақытқа қашуға мүмкіндік береді. Басқа жерде Денге акула шабуыл жасап,
оны ешкім әрекет етпей тұрып өлтіреді. Таң атқанда құтқару операциясы ақыры жүріп жатыр. Кейбір тірі қалғандар қайта қосылды. Соның ішінде Джим мен Лили, ал басқалары өз шығындарын өтеуге тырысуда. Бен оны жұбатуға тырысқанда, Кора Финнің бақылау чипін есіне алып, оның телефонын сигналды тексеру үшін пайдаланады. Ағасының әлі де жақын жерде екенін білген кеме оқиға орнына қарай бет алып, Зоидің ауыр жарақат алғанын анықтады. Есінен танып қалмас бұрын, ол баланы қайда тастап кеткенін айтады. Көп ұзамай Фин табылып, ақыры Корамен қайта қауышты. Ол қатты толқып, болған оқиға үшін ағасынан кешірім сұрайды. Ақырында аман қалғандар қауіпсіз жерге жеткізілді және Бен отбасымен байланысып, оның үйге келе жатқанын